Құрметті Әлихан Асханұлы, құрметті үкімет мүшелері, министрлік мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау бойынша жүйелі жұмысты ұйымдастыруда. Біріншіден, балабақшаларды лицензиялау бойынша 2011 жылдан бері балабақшалар жұмысын бастау үшін лицензия алмайды, тек қана жұмысын бастаған туралы хабарлама береді. 2021 жылға дейін олар тіпті мемлекеттік бақылау, яғни аттестаттаудан да толығымен босатылған болатын. Бұл шешім жекеменшік сектордың жылдам дамуына, балабақшалармен қамтуды 99%-ға жеткізуге әсер етті, бірақ та сонымен қатар ол сапаны қамтамасыз етуге де теріс әсерін тигізді. Соңғы кезде кейбір балабақшалардың жұмысы бойынша ата-аналардың арыздары жиіленіп кеткені ешкімге құпия емес. Осыған орай 2021 жылы мемлекеттік бақылауды қайта енгіздік. Оның нәтижелері де проблемаларды анық көрсетіп отыр. Балабақшалардың 80%-ы бақылаудан өте алмады. Олар аттестациядан өтпеуіне байланысты формалды түрде жабылады, бірақ лицензия бойынша талап болмағаннан кейін сол ғимаратта сол проблемалармен қайта ашылып жұмысын жалғастыра береді. Осыған орай балалардың қауіпсіздігі сапаны қамтамасыз ету мақсатында балабақшаларды кезең-кезеңмен лицензиялау енгізіледі. Жаңадан ашылатын балабақшалар енді лицензия алып, барлық талаптарға сай екенін көрсетіп қана жұмысын бастайтын болады. Ал қазіргі уақытта жұмыс істеп жатқан балабақшалар тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде кезең-кезеңмен лицензиялау ұсынылады. Екінші, балалардың құқығын қамтамасыз ету бойынша. Жалпы 2015-2021 жылдары балалар суицидінің деңгейі 13%-ға төмендеді. Биылғы жылдың 6 айының қорытындысы бойынша суицид көрсеткіші былтырғымен салыстырғанда 38%-ға азайды. Дегенмен бұл әлде де өте үлкен проблема. Тәрбие жұмыстарының оқушыларды қосымша біліммен қамтудың нәтижесінде балалар арасындағы қылмыс та 18%-ға азайып отыр. Бірақ та балалардың арасында құқық бұзушылық төмендесе де, ересектердің балаларға қатысты құқықтық бұзушылығын деңгейін өскенін айтуымыз керек. Мәселен, тұрмыстық зорлық-зомбылық деңгейі 15%-ға, жыныстық тиіспеушілікке қатысты 9%-ға өсіп отыр. Бұл бағытта кешенді жұмысты ұйымдастырамыз. Аталған мәселелерді шешу үшін балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің кешенді жоспары бекітіліп іске асырылады. Үшіншіден, қолайлы мектеп ұлттық жобасы бойынша. Қазіргі уақытта 259 мың оқушы орнына тапшылық бар. Болжам бойынша 2026 жылға қарай оқушы орнына сұраныс шамамен 1.200.000-ға дейін өседі. Сондықтан мемлекет басшысының тапсырмасы негізінде былтыр 277 мектеп ашылды. Биылғы жылы тағы да 225 мектеп ашылады. Яғни осы 2 жылда 326 мыңнан астам жаңа орындар ашылады. Бірақ та әлде де мектептерді салу бойынша біраз мәселелер бар. Осы мәселелердің барлығы президенттің тапсырмасын іске асыру бойынша қабылданатын қолайлы мектеп ұлттық жобасының шеңберінде шешіледі. Біріншіден, жоба шеңберінде қосымша 841 мың орынға 582 жаңа мектеп салынады. Екіншіден, осы мектептер салу үшін сапасы жоғары құрылыс және жабдықтау стандарттары қолданылады. Үшіншіден, жаңа сметада лабораторияларға, заманауи техника мен оқу жабдықтарына 16%-дан кем емес қаражат жұмсалуы қажет. Бұл бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда көп. Және де жаңа мектептерде пайдалы оқу алаңдары да ұлғаяды. Бастауыш сыныптарға жеке блок қарастырылады. Және де 100 мыңнан астам кадр даярланады. Қазіргі уақытта 433 жер телімдері бөлінді осы мектептерге. Әкімдіктер тағы да 155 жер учаскелерін осы жылдың соңына дейін бөлуі қажет. Құрметті Әлихан Асханұлы, министрлік мемлекет басшысы берген тапсырмаларды сапалы әрі уақытылы орындайтын болады. Баяндама аяқталды.